Елестетіңіз, 2026 жылдың 1 қаңтарында таңертең көзіңізді ашасыз, ал Қазақстан бұрынғы қалпында емес. Салықтың жаңа түрлері, жаңартылған жәрдемақылар, бизнеске қойылатын тың талаптар, ақша аударымдарының басқа тәртібі мен мектеп пен көліктерге арналған жаңа стандарттар. Тіпті смартфоныңыздың өзі жаңа ережелерге бейімделеді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ел терең өзгерістер кезеңіне аяқ басты деп айтқан болатын. Міне, 2026 жыл сол өзгерістердің нақты жүзеге аса бастайтын жылы. Бүгінгі шығарылымда осы реформалардың қазақстандықтардың өміріне қалай әсер ететінін түсіндіріп беремін. Менің есімім Ержан, және де сіздер Жасбай арнасын көріп отырсыздар. Шығарылымды ел қазынасынан бастауға толық себеп бар. Бюджет мемлекеттің қанша қаражат табатынын, сол ақшаны қай бағытқа жұмсайтынын айқындайтын негізгі құжат. 2026 жылға арналған шығыс көлемі 27,7 триллион теңге деп бекітілді. 2027 жылы бұл сома 28,7 триллионға, ал 2028 жылы 30 триллион теңгеге жуықтамақ. Түсім көлемі де өседі, бірақ шығыстардай серпінді емес. 2026 жылы бюджет кірісі 19,2 триллион теңге. 27 жылы 21 триллионнан сәл көп, ал 28 жылы 23 триллион теңгеге таяйды. Дегенмен осы екі көрсеткіш арасындағы алшақтық әлі де үлкен болып тұр. Сондықтан мемлекет ұлттық қордан бөлінетін қаражатты пайдалануды жалғастырады. Алдағы 3 жылға бірдей көлем белгіленген. Жыл сайын 2,7 триллион теңге. Бұл бұрынғыдан аз, яғни үкіметтің мақсаты айқын көрініп тұр. Қордан түсетін трансферттерге тәуелділікті біртіндеп азайтып, кейін толықтай тоқтату болып табылады. Бюджет кірісінің негізгі көздері өзгеріссіз қалады. Салықтар, тірек алымдары, қосылған құн салығы, баждар және өзге де міндетті төлемдер. Осы қаражат есебінен зейнетақылар, жәрдемақылар, білім мен медицина, мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы және әлеуметтік бастамалар қаржыландырылады. Сонымен бірге бюджет ел өміріне әсер ететін басты параметрлерді айқындап отыр. Солардың бірі айлық есептік көрсеткіштің жаңа мөлшері. 26 жылдың 1 қаңтарынан бастап орысша айтқанда МРП 4325 теңге болып белгіленеді. Оның қазіргі көрсеткіші 3932 теңге. Айлық есептік көрсеткіштің көлемінің өсуі бүкіл жүйеге әсер етеді. Айыппұл, мемлекеттік баж, тіркеу төлемдері, түрлі әлеуметтік жәрдемақылар бәрі осы өлшемге байланысты есептеледі. Енді нақты өзгерістерге назар аударайық. Әуелі көлік тізгендеген жұртқа қатысты тұстар. Келер жылы ең төменгі айыппұл шамамен 1965 теңгеге өседі. Бұл жылдамдықты болар-болмас асырған үшін салынатын 5 айлық есептік көрсеткіш көлемдегі жазаның жаңартылған мөлшері. Ал жылдамдықты 40 шақырымға немесе одан да көп арттырған жағдайда айыппұл бірден 20 айлық есептік көрсеткіш болады. Қазір ол 78.640 теңге, ал 26 жылы 86.500 теңгеге дейін көтеріледі. Айыппұл ғана емес, барлық мемлекеттік қызметтер мен тіркеу төлемдерінің құны да өзгереді. Себебі олардың бәрі АЕК-тің жаңа мөлшеріне тікелей тәуелді. Енді әлеуметтік қолдауға тоқталсақ, 26 жылы бала тууға берілетін бір реттік жәрдемақы өседі. Қазіргі 149 мың теңге келесі жылы 164 мың теңгеге жетеді. Ал алғашқы балаға төленетін ай сайынғы күтім төлемі 24.912 теңгеге дейін ұлғаяды. Зейнетақылар мен түрлі жәрдемақыларға мемлекет 6,7 триллион теңге бағыттайды. Ең төменгі базалық зейнетақы 35.596 теңге, ал ең төменгі жинақтық зейнетақы 69.049 теңге деп бекітіледі. Бұл биылғы жылмен салыстырғанда жоғары, себебі 25 жылы бұл көрсеткіш 62.771 теңге еді. Бұған қоса зейнетақылар жыл сайынғы 10% индексациямен өсіп отырады. Осылайша зейнеткерлердің ай сайынғы кірісі 104.645 теңгеден кем болмайды. Әрине, бұл байып кететін сома емес, бірақ ең төменгі зейнетақымен күнелтіп отырған талай жанға аз да болса тірек болары анық.
Енді жұрт жиі сөз ететін заңға тоқталайық. 2026 жылдан бастап жаңа салық кодексі қолданысқа енеді. Бұл соңғы 10 жылдағы ең ірі қаржы реформасы. Оның өзегі азаматтардың табысын жанама түрде бақылау жүйесінің енгізілуі. Яғни мемлекет бұдан былай сіздің ресми табысыңызды шығысыңызбен, әрі сатып алған дүниелеріңізбен және шотыңыздағы ақша қозғалысымен салыстыра алады. Мәселен, ресми кірісі 5 миллион теңге болып тұрған адам 15 миллионға көлік мінсе, салық қызметі мұндай айырманы түсіндіруді сұрайды. Дәл осындай талап үй салынғанда, жөндеу жасалғанда, бағалы техника немесе жылжымайтын мүлік сатып алғанда да қойылады. Бұл өзгеріс ең алдымен ауқатты азаматтарға анық әсер етеді. Орта топқа қаржы операцияларын ұқыптылықпен жүргізу керек болады. Ал табысы төмен адамдар үшін ештеңе өзгермейді. Жасырын кіріс болмаса, бұл талаптар оларды айналып өтеді. Енді мобильді аударымдарға тоқталайық. 2026 жылдан бастап банктер белгілі бір шектер орындалғанда ақпаратты салық органдарына жіберуге міндетті болады. Егер 3 айда бір адамның атына 100 немесе одан да көп әртүрлі адамнан ақша түссе және оның жалпы сомасы 12 ең төменгі жалақыдан асып кетсе, бұл шамамен 1 миллион 20 мың теңге. Жүйе мұны шағын кәсіпке ұқсас әрекет деп белгілейді. Содан кейін азаматқа арнайы хабарлама жолданады. Ол не жеке кәсіпкер ретінде тіркелуі, не қаражаттың қайдан түскенін түсіндіруі тиіс. Айта кететін жайт, қайырымдылық ретінде түскен қаражат бұл бақылауға жатпайды. Бұл реформа тек мобильді қосымшалар арқылы жасырын табыс тауып отырған көлеңкелі кәсіпті азайтуға бағытталған. Енді көңіл сергітер жаңалықтарға ауысайық. Келер жылдан бастап өзін-өзі жұмыспен қамтып жүрген жандарға арналған жаңа арнайы режим күшіне енеді. Бұл топқа 40-қа жуық кәсіп түрі енді. Фотографтар, курьерлер, түрлі жөндеу шеберлері, мал бағумен айналысатындар, аудармашылар, такси жүргізушілері, өнер адамдары және тағы талай кәсіби бағыттар. Енді мұндай азаматтар үшін салық төлеу бұрынғыдан әлдеқайда жеңілдеп, заңды жұмыс істеу тиімді болмақ. Пәтерін жалға беріп жүргендердің де жағдайы өзгереді. Астана мен Алматыда жеңілдетілген декларация мөлшерлемесі 4%-дан 3%-ға төмендеді. Мысалы, айына 200 мың теңгеге пәтер жалға берген адам бұрын 8 мың теңге төлесе, енді 6 мың теңге ғана төлейді. Өңірлерде бұл көрсеткіш 2-6% аралығында белгіленеді. Бұған қоса, егер азаматтың атына 10-нан көп жылжымайтын мүлік тіркелсе, ол автоматты түрде кәсіпкер мәртебесін алады. Енді НДС пен бизнес мәселесіне тоқталайық. 2026 жылдан бастап айналым төмендесе де, НДС есебінен оңай шыға салуға мүмкіндік болмайды. Шекті деңгей сол қалыпта 43 миллион теңге болады. Егер компания талаптарды бұзса, оны бірден жүйеден шығармайды. Бірақ шот фактуралары уақытша бұғатталуы мүмкін. Сондай-ақ әрбір жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің нақты иесін ашық көрсету талабы енгізілді. Бұл бизнестегі айқындық пен әділдікке жасалған маңызды қадам. Түйінде айтқанда 2026 жыл мемлекеттік жүйелердің түбегейлі жаңғыру жылы болмақ. Әлеуметтік қолдау артады, бақылау күшейеді, көлік саласындағы тәртіп нығаяды, ал бизнес жүргізу рәсімдері барынша ашық бола түседі. Енді сөз кезегі сізде. Осы реформалар халықтың тұрмысын жақсарта ма, әлде керісінше ауырлата ма? Пікіріңізді қалдырыңыз және Жасвайп арнасына жазылуды ұмытпаңыз. Бұл жерде мен еліміздің бүгінгі тынысын, әрбір отбасына әсер ететін өзгерістерді қарапайым да түсінікті тілмен жеткіземін. Келесі кездескенше.